Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып математика пәні. Екінші сабақ заттар тобын салыстыру тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта заттар тобын салыстыруды үйренетін боласыңдар. Бірінші тапсырма: суретте қай заттар артық, қайсысы кем? Қай заттардың саны тең? Олай болса балалар, онда суретте берілген заттарды санап салыстырайық. Алдымен алма мен алмұртты салыстырайық. Онда қанша алма бар екен? Қанеге бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 алма, 4 алмұрт бар екен, балалар. Демек, 7 артық 4-тен. Келесі бәліштерді санайық. 1, 2, 3, 4, 5. Мұнда балалар, 2 тәрелкеде де 5 бәліштен бар екен. Яғни бұл бәліштер тең екен. Келесі кесе және шәйнекті салыстырамыз. Мұнда 2 шәйнек және 1, 2, 3, 4, 5 кесе бар екен. Яғни 5 кесе артық 2 шәйнектен. Келесі 2 тәрелкедегі алманы өзара салыстырайық, балалар. Бірінші тәрелкеде 4 алма, екінші тәрелкеде 3 алма. Яғни балалар, мұнда алмалардың түсі бірдей болғанмен, бірақ саны жағынан тең емес екен. Олай болса балалар, естеріңе сақтап алыңдар. Мұнда балалар, бірінші қатарда 4 саптаяқ және 4 тәрелке бар екен. Демек балалар, екі жағы да бірдей болатын болса, тең деген белгіні қояды екенбіз. Келесі екінші қатардағы суретке қарайық. Мұнда 4 саптаяқ 5 тәрелке бар екен. Яғни балалар, бір жағы кем, бір жағы артық болатын болса, кем деген белгіні қоямыз. Үшінші қатардағы суретті қарайық. Мұнда 5 саптаяқ және 4 тәрелке бар екен. Яғни балалар, бір жағы артық, бір жағы кем болатын болса, артық деген белгіні қоямыз. Келесі төртінші қатарда 1 кесе 2 тәрелке. Яғни балалар, 2 сурет бір-біріне тең болмаса, тең емес деген белгіні қоямыз. Екінші тапсырма: заттардың санын салыстыр. Мұнда балалар, қызыл алма мен жасыл алманы санап салыстырайық. 1, 2, 3, 4, 5 қызыл алма, 1, 2, 3 жасыл алма. Демек балалар, 5 алма 3 алмаға қарағанда артық. Келесі алмұрттарды салыстырайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сары алмұрт, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жасыл алмұрт. Яғни балалар, алмұрттар тең екен. Келесі өріктерді салыстырайық. 1, 2, 3, 4, 5 қызыл өрік, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қара өрік бар екен. Яғни балалар, 5 өрік 7 өрікке қарағанда кем. Үшінші тапсырма: отбасы мүшелерін ата. Отбасының әрбір мүшесі реті бойынша нешінші отыр? Санауды сол жақтан баста. Ал олай болса балалар, суреттегі отбасы мүшелерін атап, сол жақтан бастап санайтын болсақ, бірінші әкесі отыр, екінші анасы отыр, үшінші қызы, төртінші әжесі, бесінші атасы отыр, алтыншы ағасы, жетінші інісі отыр екен, балалар. Ал енді балалар, бұл отбасындағы ересектер мен балаларды салыстырайық. Бұл отбасындағы ересектер әкесі, анасы, әжесі, атасы. Ал балалары қызы, ағасы, інісі. Яғни балалар, 4 ересек адам, 3 балалары бар екен. Демек, 4 артық 3-тен. Ал сенің отбасыңда ересектер көп пе, әлде балалар көп пе? Балалар, бұл сұраққа жауап беру үшін әрқайсың
өз отбасыңдағы ересектер мен балаларды санап көріңдер. Содан соң ересектер көп пе, әлде балалар көп пе? Соны айтып жауап берулеріңе болады. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.